Саламатсыздар ма әріптестер? 9-шы сынып қазақ әдебиеті сабағы. Сабақтың тақырыбы Мөңке бидің шешендік сөздері. Оқу мақсаттары 9.1.2.1 әдеби шығармадағы психологизмді анықтау. 9.3.2.1 шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып жаңашылдығына баға беру. Сабақ мақсаттары Мөңке бидің шығармаларындағы психологизмді анықтайды. Ұрпақ сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, шығармашылық тұрғыдан жаңашылдығын бағалайды. Оқушылар Мөңке бидің өмірбаянын, шешендік сөздері мен болашаққа жасаған болжамдарын талдай алады. Оқушылармен амандасып, жағымды атмосфера орнатып болғаннан кейін сабағымызды қызығушылығын ояту сәтімен бастайтын боламыз. Қызығушылығын ояту сәтінде мына сұрақты қоямыз. Мөңке би бала кезінде 4 тентекті елдің игілігіне бағыттап, елдің ішіне әділ шешімін айтып, елге танылған екен. Осы 4 тентекті не деп таныған? Қазір өзімізше болжау жасап көрейік. Оқушылардың жауабын тыңдаймыз. Оқушылардың жауабын тыңдап болғаннан соң, Мөңке бидің 7 жасында айтқан билігі мәтінін тыңдатамыз. Бір бай жоқ сұрау үшін көш алдында келе жатып, ауылдың жанында асық ойнап жатқан бір топ балаға жолығыпты. Балалардың бірі байдың атын үркітеді. Оған бай ашуланып әлгі баланы қуалайды. Байдың мінгені асау байтал екен, баланың желбіреген көйлегінен үркіп мөңкиді. Мөңкіп жүргенде байдың басынан бөркі ұшып түседі. Байтал одан бетер тулап байды жығып кетеді. Бай қаза табады. Сонан кейін байдың елі жиналып, балалардың елінен құн сұрайды. Екі ел келісе алмай кеңес бірнеше күнге созылады. Мөңке бала сол ауылдың баласы екен. Жиналған көпке келіп, бұл жұмыстың билігін маған беріңіздер, мен бітірейін депті. Жиналған көпшілік Мөңкені баласынып онша көңіл бөлмеген екен. Алайда елдің ішіндегі шу басылмаған соң Мөңке, қой асығы демеңіз, қолыңа жақса, сақадай, жасы кіші демеңіз, ақылы жақсы атадай деген екен. Көпшілік баланың ықыласына риза болып, бір ауыздан билікті бердік, ал айта ғой десіпті. Сонда Мөңке бала былай депті: бұл байдың өліміне кінәлі ел емес, тентек. Ал мұнда тентек 4-еу. Меніңше сол 4 тентек құнды бөліп төлейтін болсын, және ердің құны 100 жылқы болсын депті. Бұл билікке екі жағы да түсіне алмай, тентек кімдер? Депті. Сонда Мөңке бала: бірінші, 1000 жылқыдан бір жуас ат табалмағандай асау байталға мінген, және елде адам құрығандай асық ойнаған балалардан жөн сұраған бай тентек. Екінші, адам көрмей жүргендей баладан үркіп тулап, байды жығып өлтірген байтал тентек. Үшінші, ұшып түскен бөрік тентек. Төртінші, байталды үркіткен бала тентек. Мінекей, осы 4-еу құнды бөліп төлейтін болсын депті. Осы билікке екі жағы да риза болып, балалардың ауылы құнның 4 бөлігінің бірі 25 жылқы төлеп құтылыпты. Мөңке баланың би болуына осы билік басты себеп болыпты. Оқушылардың қызығушылығын ояту сәтіндегі оқушылардың жауабымен Мөңке бидің 7 жасында айтқан билігі мәтінін салыстырып ой бөлісіп болған соң, топтық жұмыс бірінші тапсырманы орындатамыз. Әдіс тәсілі мәтіннен психологизмді анықтау. Тапсырма: мәтінді оқып, Мөңке баланың шешімін қабылдауындағы психологизмді талдаңыз. Төмендегі кестені толтырыңыз. Дескриптор: мәтіннен психологизмді көрсетеді 3 ұпай, кейіпкер әрекетін дұрыс талдай алады 3 ұпай, ұрпақ сабақтастығын көрсетеді 4 ұпай. Оқушылардың бірінші тапсырма бойынша жауаптарын тыңдап болған соң, ықтимал жауаппен салыстырамыз. Кейіпкерлер: Мөңке бала кеңесті өз басқаруды сұрап, әділ шешім қабылдайды. Психологизм: ақыл парасаттылығы адамның мінезін түсіну қабілеті, әділдікке деген ұмтылысы. Екінші кейіпкер бай, асау байталға мінген балаларды үркітеді.
психологизм, ашушаңдық, қорқыныш, өзін өзін бақылау қиындықтары. Төртінші, байтал, баладан үркіп байды жығады. Психологизм, қорқыныш, табиғи асаулық, сәтсіз әрекеттерге реакция. Одан кейінгі кейіпкер балалар, әрекеттері асық ойнап байдың атын үркітеді. Психологизм, балалық, тентектік, қорқыныш, күтпеген жағдайға реакция. Бірінші тапсырманы орындап болғаннан кейін жұптық жұмыс екінші тапсырма беріледі. Әдіс тәсілі салыстырмалы талдау. Тапсырма: мөңке бидің шешендік сөзі мен қазіргі замандағы әділетті шешімдерді салыстырыңыз. Бір-біріңізге сұрақ қойыңыз. Дескриптор салыстыру жасау және дәлелдей келтіре алады. Психологизм мен ұрпақ сабақтастығын байланыстыра алады. Жұппен ортақ қорытынды жасай алады. Үшінші тапсырма жеке жұмыс. Әдіс тәсілі шығармашылық эссе. Тапсырма: мәтінді оқып, мөңке бидің шешендік әрекетінен қандай өмірлік сабақ алдыңыз? Екінші, 7-10 сөйлемде өз ойыңызды жазып, заманауи мысал келтіріңіз. Дескриптор психологизмді анықтайды, ұрпақ сабақтастығын көрсетеді, өз ойымен заманауи мысалдарды байланыстыра алады. Жеке жұмыс бойынша оқушылардың жауабын тыңдап болғаннан соң ықтимал жауап үлгісімен таныстырамыз. Мөңке баланың әрекеті әділдік пен парасаттылықтың үлгісі болып табылады. Ол кінәлілерді жеке-жеке талдап, әділ жазаны 4-ке бөліп береді. Бұл әрекет балаларға қателіктен сабақ алуды көрсетеді. Қазіргі заманда да әділдік маңызды. Мысалы, мектепте қақтығысты шешкенде барлық тараптың пікірін ескерілуі керек. Мөңке бидің шешендігі мен парасаты заманауи көшбасшылыққа үлгі бола алады. Ұрпақ сабақтастығы жағынан әр жаңа буынға дұрыс шешім қабылдауды үйретеді. Бұл бізге өмірде әділдік пен жауапкершілікті сақтау керектігін ұғындырады. Сабақтың тапсырмалары орындалып, оқушылардан кері байланыс алғаннан соң, мұғалім оқушылардың жұмысына қарай, дескрипторға сай орындалуына қарай қалыптастырушы бағаларын қояды. Сабақтың соңында бүгінгі өтілген сабақ жайлы оқушылардың пікірін білу үшін қ әдісі арқылы қандай жері сабақтың қай тұсы құнды болды, қай тұсы қызықты болды және қай тұсы қиын болды деген сұрақтарға пікірлерін алып, стикермен жабыстыратын боламыз. Үй тапсырмасы: мөңке бидің әділдік принципін өз өміріңізде қалай қолдануға болатыны жайлы 5-7 сөйлеммен жазып келіңіз деген тапсырма беріледі.